Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен әлі күнге дейін хит болып келе жатқан, дәмі балмұздақ секілді болып келетін Банофи пай пирогының оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға 250 грамм електен өткізілген ұнды, оның үстіне қант немесе қант ұнтағынан 50 грамм салып, жарты шай қасық қамыр қосқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң бір бүтіндей жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарыуызын салып, барлығын араластырамыз. Одан соң үстіне тоңазытқыштан шыққан 82% сары майдан 100 грамм салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Оны 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Одан соң тоңазытқыштан алып, менде диаметрі 24 см болып келетін табаға осылай орналастырамыз. Оның үстінен шанышқымен жан жағын және астын барлығын тесіп шығамыз. Себебі пісу барысында көтеріліп кетуі мүмкін. Қызып тұрған 160 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскеннен кейін әбден толықтай суытып аламыз. Сол аралықта екі жұмсақ бананды осылай тілімдерге бөліп дайындап қоямыз. Міне пісіп, одан соң толықтай суыған пирогтың үстіне 300 грамм варенка, яғни вареный сгущенканы салып, астына осылай барынша бір тегіс етіп жағып шығамыз. Оның үстіне кесіп турап алған банандарымызды бірінен соң бірін осылай орналастырып дайындап аламыз. 100 грамм творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшігімізді 70 грамм қант ұнтағымен барлығын салып, миксердің көмегімен екеуі біріккенше араластырамыз. Одан соң тоңазытқыштан сливки 33 немесе 35% салқын клей болуы тиіс. Сонан 300 граммдай алып, осы творожный сырға салып, барлығын миксердің көмегімен қою масса болғанша шайқап аламыз. Міне осындай масса болып шығуы тиіс. Одан соң оны кондитерлік қапшыққа орналастырамыз. Оның астына насадканы пайдалансаңыз да болады, немесе мен сияқты ешқандай насадканың көмегінсіз осылай шариктер жасасаңыздар да болады. Насадканың көмегінсіз де дәл осылай әдемі шариктер орналастырып аламыз. Одан соң бетін жауып, тоңазытқышқа бір түнге немесе кем дегенде 2 сағатқа қоямыз. Міне осымен біздің Банофи пай пирогымыз дайын. Міне осындай бір өте жақсы сынып шығады. Одан соң қалауынша бетін сәндесеңіздер болады. Менің нұсқамда қара шоколадты осылай үкіштің ұсақ көзімен өткіздім, немесе какао, немесе басқа да себінділермен бетін сәндесеңіздер болады. Міне осымен біздің Банофи пай пирогымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.